Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Ата-ананы қабылдау дегеніміз, олардың тұлғалық ерекшеліктерін, мінез-құлықтарын және қабылдаған шешімдерін түсіну және оларды сол күйінде қабылдау. Бұл процесс ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға және эмоционалдық денсаулықты нығайтуға көмектеседі. Міне ата-ананы қабылдаудың негізгі аспектілері. Түсіну және қабылдау. Ата-анада қателесетін, қиындықтарға тап болатын және кемшіліктері бар адамдар екенін түсініңіз. Олар сіздің өміріңізде маңызды рөл атқарғанымен мінсіз емес. Өткенді түсіну, ата-анаңыздың өткен өмірін, олардың тәрбиесі мен тәжірибесін түсінуге тырысыңыз. Бұл олардың қазіргі мінез-құлқын түсінуге көмектеседі. Сезімдеріңізді мойындау. Ата-анаға қатысты қандай сезімде екеніңізді, реніш, ашу, сүйіспеншілік, ризашылық анықтаңыз. Бұл сезімдерді мойындау және қабылдау маңызды. Өз сезімдеріңізді басқаруға және оларды сауатты түрде білдіруге тырысыңыз. Ата-анаңызбен ашық және шынайы сөйлесуге тырысыңыз. Олардың сезімдері мен пікірлерін тыңдап, өз пікіріңізді білдіріңіз. Қарым-қатынасыңызда сыйластық пен түсіністік орнатуға тырысыңыз. Жақсы қарым-қатынас эмоционалдық байланысқа әсер етеді. Кешірімді болу, ата-анаңыздың қателіктерін кешіруге тырысыңыз. Кешірім сіздің ішкі тыныштыққа қол жеткізуіңізге көмектеседі. Өткендегі реніштер мен қиындықтарды босатуға тырысыңыз. Бұл сіздің болашақ қарым-қатынасыңызды жақсартады. Өз шекараларыңызды сақтау. Өзіңіздің жеке кеңістігіңізді және қажеттіліктеріңізді қорғаңыз. Ата-анаңызға шекараларыңыз туралы ашық айтыңыз. Сіздің пікіріңіз маңызды екенін және оны ашық айтуыңыз қажет екенін ұмытпаңыз. Ризашылық білдіру. Ата-анаңызға жасаған жақсылықтар үшін ризашылық білдіру маңызды. Бұл олардың еңбегін бағалауға көмектеседі. Позитивті аспектілерге назар аудару. Олардың жағымды қасиеттері мен әрекеттеріне назар аударып, оларды бағалаңыз. Өзіндік дамуға қолдау көрсету. Ата-анаңыздың өзіндік дамуына және өзгеруіне қолдау көрсету. Олардың жеке дамуына ықпал ету. Өз міндеттеріңізді түсіну. Өз жауапкершіліктеріңізді білу. Ата-анаңыздың қажеттіліктерін түсініп, оларға қолдау көрсету. Бұл сіздің отбасылық міндеттеріңізді орындауға көмектеседі. Өз өміріңізді құру. Өз өміріңізге және өзіңізге жауапкершілік алу. Ата-ананы қабылдау ұзақ процесс және әр адам үшін бұл жеке сипатқа ие. Бұл процесс сіздің өзіңізді және ата-анаңызды түсініп, өзара сыйластық пен махаббатты нығайтуға көмектеседі. Ата-ананы қабылдау процесі бұл өмір барысындағы жақсы бір алғашқы қадам. Бұл сіздің ата-анаңызбен араласудың жақсы жолын табуыңызға көмектеседі. Сапалы қарым-қатынас қалыптау. Ата-анаңызбен араласудың жақсы тәсілі сапалы қарым-қатынас қалыптау. Олардың мәселелерін тыңдау мен оларға көмек көрсету үшін көп уақыт алыңыз. Ата-анаңызға қандай болған күнде де риза болыңыз. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.